Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бұл шәкірт онлайн мектебі. Мен Балғаным апай боламын. Сіздерге қазақ тілі пәнінен сабақ беремін. 4-90 басталуымен құттықтаймын. Сабаққа дайынсыздар ма? Оқу құралдарымызды неше? Түгендеп алайық. Оқулықтарыңыз, дәптерлеріңіз, қалам, карандаштарыңыз үстелдің үстінде дайын тұрсын. Тамаша. Дайындап болсақ, қазір енді сабағымызды бастайық. 4-90-да біз жаңа тараумен таныс боламыз. Су, тіршілік көзі. Балалар, бұл сөзді, мына сөзді қалай түсінесіздер? Су, тіршіліктің көзі деген сөзді. Тамаша. Дұрыс айтасыңдар. Барлық тіршілік иесі сусыз өмір сүре алмайды екен. Сондықтан су тіршілік көзі. Су бізде өте пайдалы сусынға жатады. Тамаша. Есімізге түсіріп шығайықшы. Яғни сулардан бізде қандай түрлері болады? Сіздер бүгінге дейін өттіңіздер. Дұрыс айтасыздар. Ағынды су, пайдалы сулар болады. Пайдалы суларды адамдар ішеді, ағынды суларды олар қоректенеді. Дұрыс, жануарлар мен жәндіктер. Тағы да бізде табиғат құбылысынан қандай құбылыстан сулар пайда болады? Есімізге түсіріп алайық жаратылыстану пәнінен. Дұрыс айтасыздар. Қазіргі көктем мезгілінде жиі жауып жатқан жаңбырдың өзі де судан құралған екен. Бірақ ол жаңбырдың суы пайдалы ма? Адамға? Жоқ, әрине. Адамдар оны тұтына алады ма? Тұтына алмайды екен. Тек қана оны тұтына алатын біздің табиғаттағы өсімдіктер, жан-жануарлар, яғни көбіне бізде өсімдіктер пайдаланылады екен. Сол себепті бізде жиі жаңбыр жауып тұрады екен. Тамаша. Ал енді біз осы су тіршілік көзі тарауынан не үйренетін боламыз? Мұқият кітабымызға қарап, қанекей барлығымыз бірге оқиық. Сан есімнің есептік және реттік түрлерінің мағыналылық құрылымдық ерекшелігін білетін боламын. Тамаша. Яғни сан есімнің есептік, реттік, мағыналылық түрлерін білетін боласыңдар. Тамаша. Келесі. Сын есімнің негізгі және туынды түрлерін анықтауды үйренемін. Керемет. Сіздер сын есіммен таныс болған болатыныздар. Енді оның негізгі және туынды сын есімді анықтауды үйренетін боласыздар. Тарауда қандай тақырыппен таныс болатындарың түсінікті ме? Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің жаңа тақырып негізгі және туынды сын есім. Жаңа сіздер анықтауды үйренемін деп оқығансыздар осы жерде тарауда. Керемет. Бүгін біз жаңа тақырып негізгі және туынды сын есімді анықтайтын боламыз. Ең бірінші еске түсірейік. Сіздер осы күнге дейін сын есімді білесіздер, өтіп кеттіңіздер. Сын есім дегеніміз не? Ал ережені еске түсірейік. Барлығымыз бірге. Ал мен қайталаймыз. Тамаша. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, түрін білдіретін сөзді сын есім деп атаймыз. Керемет, ұмытпапсыздар. Тамаша, жарайсыңдар. Енді барлығымыз мұқият назар салып, оқулықты ашып, бірінші жаттығуға қараймыз және мұқият мені тыңдаймыз. Келістік пе? Мұқият не істейміз? Тыңдаймыз. Ал қанекей. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының ар жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне, жер дым жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығады, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен.
Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Мәтін түсінікті болды ма? Ендеше сұрақтарға жауап берейік. Балалар қай жерде ойнады? Балалар қай жерде ойнапты? Дұрыс айтасыңдар. Жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған жерде не істеді балалар? Ойнады. Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Дұрыс айтасыңдар. Бастау болған екен. Мұрат бастаудың қандай белгілеріне қарап тапты? Ойланыңыздар. Дұрыс таптыңыздар. Бастау болған жер дымқыл болып жатты. Осы белгісі бойынша Мұрат тапқан екен. Тамаша. Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Қалай ойлайсыздар? Мәтінде айтылды. Қандай қасиеті көмектесті? Оған кім айтты? Дұрыс айтасыздар. Атасы айтты. Ал оған қандай қасиеті көмектесті? Дұрыс, алғырлығы, оны есте сақтап қалу, яғни алғырлық танытқан қасиеті көмектесті. Керемет. Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Қанекей ойланайық, қандай пайдасы бар? Жақсы, осы сұраққа маған жауап ретінде чатқа жауаптарыңызды жаза қойыңыздар. Керемет, мен сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламын. Бұлақ суының адам өміріне қандай пайдасы бар? Мәтіндегі сын есімдерді тап. Қазір балалар, біз есімізге өткен сабақ бойынша сын есімді еске түсіріп алайық. Ережені еске түсірейік. Сіздер тыңдап тұрмын. Зат. Тамаша. Дұрыс па екен? Бірге қайталап өтейік. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есімдер дейміз. Керемет, жарайсыңдар. Ал ол қандай сұрақтарға жауап береді екен? Қандай? Қай? Керемет. Ендеше қазір сіздер мәтіндегі сын есімдерді оқып шығасыздар және қандай, қай деген сұраққа жауап беретін сын есімдерді тауып шығасыздар. Сіздерге қазір уақыт беремін. Уақытпен жұмыс жасап, мәтіндегі сын есімдерді не істейміз? Сұрақтар қою арқылы табамыз. Ендеше уақыт кетті.
Тамаша, таптыңыздар ма? Керемет. Ал қандай сын есімдер бар екен? Бірге қазір мұнда зейін аударайық. Сіздер дұрыс таптыңыздар ма? Керемет. Кішкене, дұрыс айтасыздар. Ойпаң, мөлдір, салқын. Тамаша, дұрыс таптыңыздар. Ал енді сұрақтар қояйықшы. Кішкене, сұрақ қойыңыздар. Қандай? Керемет, дұрыс тауыпсыздар. Келесі, екінші. Ойпаң. Сұрақ қоямыз. Қандай? Ойпаң. Яғни ойпаң дегеніміз сәл кішкене жердің ішіне сәл кіріп кетті деген сөз. Яғни ойпаң деген сөзді білдіреді екен. Керемет. Келесі сөз. Мөлдір. Сұрақ қойып көреміз. Қандай? Мөлдір. Яғни судың таза екенін білдіріп тұр. Оның қандай екенін білдіріп тұр екен. Түсімен білдіріп тұр. Мөлдір. Қандай сұрақ қойдық? Дұрыс. Бұл сын есім екен. Келесі сөз. Дұрыс, салқын. Сұрақ қояқшы. Қандай? Тамаша. Жарайсыздар. Сіздер сын есімді ұмытпаған екенсіздер. Тамаша. Сонымен бұл біздегі Мұраттың бастауы. Тамаша. Ендеше екінші жаттығуымызға көшейік. Екінші жаттығуда мәтінді оқып, көркем жазу қажет. Қанекей барлығымыз оқулыққа зейін салып, мәтінді мұқият әдемілеп оқып шығайық. Қанекей барлығымыз бірге оқимыз менімен бірге. Сулы жер, нулы жер. Ну дегеніміз қалың тоғай. Ну, тоғай іші көңілді. Тамаша. Қазір барлығыңыз осы сөйлемдерді оқулыққа зейін салып, дәптердің 10-шы бетін ашамыз, әдемі етіп қаламды аламыз, денемізді тік ұстаймыз, қаламды дүзі ұстадық дұрыстап. Енді осыны көшірейік. Көшіріп болған болсаңыздар, тамаша. Көшірген сөйлемдеріңізді маған чатқа жіберіңіздер. Сіздердің жаттығуларыңыздың қандай әдемі етіп көшіргендеріңізді тексеріп өтемін. Керемет. Келесі енді қарамен жазылған сөздердің сөз құрамына талдаймыз. Қарамен жазылған сөздерді оқиық. Сулы, керемет, нулы, көңілді, тамаша. Енді осы сөздерді сөз құрамына талдаймыз. Есімізге түсірейік, сөз құрамы дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыздар, назар аударайық. Сөз құрамына түбір, қосымша жатады екен, және түбір сөздің ішіне негізгі, туынды сөздер жатады, ал қосымшаның ішіне жұрнақ пен жалғау жатады екен. Түсінікті ме? Қазір біз сөз құрамымен талдап шығамыз. Яғни нулы, сулы, көңілді сөздерінің түбірін, негізгісін, туындысын және қосымша жұрнақ жалғалынғандарын істейміз, табамыз. Дайынбыз ба? Қанекей, бірге орындадық. Кеттік. Сулы сөзінің түбір сөзі. Қанекей, қандай сөз? Дұрыс айтасыңдар. Су. Ал келесі оның қосымшасы лы. Тамаша. Түбір сөзі су, қосымшасы лы. Сонда қандай сөз шықты? Сулы. Керемет. Келесі сөз нулы. Түбір сөз ну, қосымша лы. Тамаша. Келесі сөзіміз көңілді. Ал тауып көріңіздерші көңілді сөзін. Түбірі көңіл. Керемет. Қосымшасы ді. Тамаша. Жарайсыңдар. Олар қай сөз табына жататын анықта. Мына қарамен жазылған сөздер сулы, нулы, көңілді сөздері қай сөз табына жатады? Дұрыс айтасыздар. Керемет. Бұлар сын есімдерге жатады екен. Оны қайдан білдіңіздер? Сұрақ қою арқылы. Сулы қандай? Нулы қандай? Көңілді. Керемет. Қандай деген сұрақтарға жауап береді екен. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде деп ойлайсыңдар?
жаңағы сулы, нулы деген сөздердің құрғақ, қалың деген сөздерден өзгешелігі неде? Тамаша. Қазір оны біз бірге анықтайтын боламыз. Құрғақ сөзі сулы сөзімен. Екеуі бір-біріне қандай сөздер екен? Дұрыс айтасың. Қарама-қарсы сөздер. Бір-біріне қарама-қарсы сөздер қалай деп аталушы еді? Дұрыс, антоним сөздер. Келесі екінші сөздер қалың, нулы. Екеуі бір-біріне қандай? Керемет. Мағынасы жағынан екеуі ұқсас болып тұр. Ендеше есімізге түсіреміз. Мағынасы жағынан ұқсас сөздер қандай сөздер? Синоним сөздер. Тамаша, жарайсыңдар. Ал балалар, біз қазір сын есімнің екі түрге бөлінетінмен танысамыз. Сын есім екіге бөлінеді екен. Қандай? Негізгі және туынды болып бөлінеді екен. Ал біздегі негізгі сын есім дегеніміз тамаша. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім деп атайды екенбіз. Қандай сын есімдер? Тамаша, негізгі сын есім. Яғни түбір сөзден құралған сөздер негізгі сын есім деп аталынады. Мысалға, қалың, әдемі. Бұлар түбір сөзден құралып тұр. Түбір сөзден құралған сөздер негізгі сын есімдер деп аталынады. Керемет. Келесі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есім туынды сын есім дейміз. Қалай дейді? Яғни түбір сөзге жұрнақ жалғанса, оны туынды сын есім дейді екенбіз. Ол қалай болады екен? Қарап алайық. Мысалға, өнерлі, саналы. Өнерлі сөзінің түбір сын есімі қайсы? Өнер. Ал оған қосымша жұрнақ жалғау жалғанды. Қандай жалғау жалғанды? Лі. Яғни қосылғанда бізде сөз пайда болды. Туынды сын есімнің сөзі пайда болды. Өнерлі. Түсінікті ме балалар? Керемет. Үшінші жаттығуға оқулыққа зейінімізді аударайық. Берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Сөздерді оқып шығайық бірге. Жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік және көктемгі. Керемет. Енді қазір мұндағы сөздерді негізгі және туынды сын есімге бөліп, оқулыққа карандашпен жазып шығамыз. Сосын бірге тексеретін боламыз. Қанекей, уақыт кетті. Тамаша, жазып болдық па? Ендеше тексерейік. Негізгі сын есімге қай сөздер жатады екен? Жаңа, көк, жүйрік. Тамаша. Ал туынды сын есімге қандай сөздер жатады екен? Әдепті, сүтті, атақты, көктемгі. Тамаша. Негізгі және туынды сын есімдерді
бөліп алдық. Керемет. Ал бұл жердегі негізгі және туынды сын есімдерді салыстыра өтейік. Ұқсастығын және айырмашылығын. Ұқсастығы қандай? Сұрақ қояқшы. Жаңа, көк, жүйрік. Қандай? Тамаша. Келесі туынды сын есімге. Әдепті, сүтті, атақты, көктемгі. Қандай? Тамаша. Яғни ұқсастықтары негізгі сын есімге де туынды сын есімде бір сұрақ қойылады екен. Керемет. Ал оның айырмашылығы қандай? Дұрыс айтасыздар. Яғни бұл сөздер бір-бірінің мағынасына мүлде сәйкес келмейді. Айырмашылығы осында. Керемет. Ендеше келесі 4-ші жаттығуға көшейік. 4-ші жаттығу оқы және не туралы айтылғанын анықта. Қанекей, барлығымыз мәтіннің бірінші бағандағы сөзіне назар салып, оқулықтан оқып шығайық. Қанекей, барлығымыз бірге менімен оқимыз. Оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Мәтін түсінікті болды ма бірінші бағандағы сөзбен? Сіздерге? Жоқ, әрине. Маған да түсініксіз болды. Ендеше қазір түсінікті болу үшін екінші бағандағы сөйлемді бірге оқимыз. Қанекей, кеттік. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Енді түсінікті болды ма? Тамаша. Енді түсінікті болды. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектесті? Дұрыс айтасыздар. Сын есім көмектесті. Ал сын есімде бізде дұрыс айтасыздар. Керемет. Сын есімдерді тауып шығайықшы. Осы мәтінде. Ұзын, қысқа, жылы, сұр, ақ. Тамаша. Керемет. Ендігі тапсырма мәтіннің астында сіздерде берілген етістіктер тұр. Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса дейді. Ал бірге қазір мұнда қарап шығыңыздар, қандай сөздер берілген екен? Бірге оқиық. Біл, жүз, тап, сез, байқа, сөйле, айт. Тамаша. Бұлар бізде берілген етістіктер. Осы етістіктерге біз мұна берілген жұрнақтарды жалғайық. Ал жалғап шығыңыздар. Дұрыс ретпен жалғап шығыңыздар. Тамаша. Жалғап болдық па? Ендеше дұрыстығын тексерейік. Назар аударамыз. Қандай сөз шықты бірінші біл? Бірінші сөзге қандай жұрнақ жалғадыңыздар? Гіш. Қандай сөз шықты сонда? Білгіш. Тамаша. Екінші сөз? Жүз, гіш. Керемет. Барлығымыз бірге оқиық. Тап, қыш. Сез, гіш. Байқа, ғыш. Сөйле, гіш. Айт, қыш. Ой, тамаша, жарайсыңдар. Жасаған туынды сын есімдердің қайсысы қоянды сипаттауға қолданасың? Осы жасалған туынды сын есімдерден қайсысын қоянды сипаттауға қолданасыңдар? Я, тамаша, сезгіш. Себебі? Не себепті? Дұрыс айтасыздар, қоян қорқақ жануар. Ол барлығын сезіп қояды екен. Сондықтан біз оған мына сипаттаманы ұсындық. Тамаша, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ сондай керемет деңгейде өтті деген сенімдемін. Ал енді қазір балалар, біз мынадай тірек-сызба арқылы бүгінгі сабаққа шолу жасаймыз. Яғни бүгінгі сабақтан не үйрендік? Я, тірек-сызбаның жанында кілтті сөздер бар. Сол кілтті сөздің көмегі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылап алайық. Тамаша, ең алғашқы оқыған жаттығуымыз ол Мұраттың бастауы болды. Одан біз не түйдік? Я, тамаша, атасының айтқан ақылын алғырлықтан тып, соны есіне сақтап алды. Және де ол жерді қазу, дымқыл жерден жерді қазу арқылы не шығарды? Бастау шығарды. Яғни бұлақ
шығарған екен. Таза табиғи судан шығарды. Керемет, тамаша, жарайсыңдар. Келесі біздің кілт сөздеріміз қандай? Негізгі және туынды сын есім. Ал тапсы тамаша. Негізгі және туынды сын есімді есімізге түсіріп алайық ережені. Негізгі сын есім дегеніміз не екен? Ал қанекей менімен бірге қайталап есімізге түсіріп аламыз. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сөзден жасалған сын есімді негізгі сын есім деп атаймыз. Мысалға, мысал есімізге түсірейік. Қалың, әдемі, тамаша, керемет. Келесі, туынды сын есім дегеніміз не екен? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есім туынды сын есім. Тамаша, керемет. Естеріңізде қалыпты, керемет. Ал оған мысалға қандай сөздер? Өнерлі, саналы, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Мен өте қуаныштымын. Сіздер сондай керемет бүгін сабаққа белсенді қатыстыңыздар. Сіздерге үйге тапсырма ретінде дәптертеріңізде 10-шы бетте мына тұрған тапсырманы орындау керек. Алтын балық кемпірге құпия хабарлама жолдады. Сызбаның көмегімен хабарламаны оқып көр. Яғни, мына тұрған алтын балық кемпірге құпия хабарлама жолдаған екен мына сызба арқылы. Сол сызбаның көмегімен қандай хабарлама жолдағанын мына сызба арқылы тауып астына жазамыз. Және де бұл жерде бір әдемі мақал шығады. Мақалдың мазмұнын қалай түсіндің? Чатқа айтып жібере қой. Жақсы ма? Тамаша. Бүгінгі біздің сонымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.